Екінші кемелдік. Өз армандарыңызды жүзеге асыратын уақыт. Екінші кемелдік сатысының құндылықтарını қарастыруды жалғастыра береміз. Құндылықтар жүйесінде балалардың маңызды рөл атқаратын талай атап өткенбіз. Естияр адамның дүниетанымында балалар жұбайлардан өмір сүру кеңістігі үшін үшінші орында тұрады. Бірақ бұрындары айтқанымыздай, жұрттың көбі, әсіресе әйел заты, балаларды екінші тіпті бірінші орынға қояды. Бұл не нәрсеге алып келеді? Енді соны тарата айтайық. Екінші кемелдік сатысында көбіне басымдықтарды шатыстыру қалыбы сақталып қалады. Кейде тіптен күшейе түседі. Зейнет демалысына шыққаннан кейін ата-аналары мен балалары немерелерін сарқылмаған сүйіспеншілігін үйіп-төгіп көбірек көңіл бөледі. Бұл күрмеулі нұсқа. Бұл кезде отбасы мүшелерінің басында бір проблема ашығынан қамырдай көмпиіп шарасынан аса береді. Мынадай жайтты өте жиі кездестіруге болады. Жалғыз басты шеше күйеуі әлде қайтыс болған кезде, әлде үйден кетіп қалған, немесе есейіп ержеткен соң басты ұлы немесе қызымен бірге тұрады. Бұл задында өте қиын жағдай. Шешесі өзінің өмірлік серігін таба алмады. Бала қамын бірінші орынға қойды да, әлбетте баласының да бақытты отбасын құруына мүмкіндік бермеді. Міне, тағдырдың осы мәселелерінің септігін түсініп, ақырында бір шешімін табуларына көмектесу үшін екеуін бір жерге жиып қойды. Бірақ олар шешенің ештеңенің байыбына барып мән жайын ұға қойған жоқ. Біреуі екіншісін жер қойнына тапсырғанша осылай амалдап күнелте берулері мүмкін. Ата-аналар мен балаларға бір-біріне мейлінше алыс кетуге тырысыңыздар деп жар салып үн қатамын. Өзара қарым-қатынастың ең тәуір нұсқасы болғандықтан емес, жоқ әрине, керісінше адамдардың басым бөлігінің дүниеге көзқарасы бір шаңырақтың астында тұрып бірлесе түтін түтетуге мүлде дайын емес екенін білгендіктен осы жолды ұсынамыз. Егер сіз шынында да балаларыңызды жақсы көрсеңіз, әрі шынымен оларға көмектесуді қаласаңыз, оларға кедергі жасамаңыз, өз бақытыңыздың іргетасын қалап алыңыз. Бірақ кейде ересек балалар әке-шешесінің бір елі ажырамай, олардың қолтығының астында жүруден тұрмыстық қолайлылық сезінеді. Олар сол қолайлылықтың отбасы бақытын басып тастайтын түсіне қоймайды. Бойжеткен қыз күйеуге шыға тұра, баласын бақтыру үшін шешесі тұратын маңайдан пәтер сатып алуға тырысады. Ал шешесінің одан басқа ермегі жоқ еді. Үнемі қызының үйінде жүреді. Бұған қоса ол күйеу баласын жақтырмайды. Соның кесірінен отбасының ойраны шығып, жас жұбайлар ажырасып тынды. Жас жұбайлар кеңістігіне ата-ана энергиясы енуге тиіс емес. Сондықтан кемел жасқа келгенде адасқақ ойлардан арылып, құндылықтар жүйесіндегі басымдықтарды өз орнына қоя білудің маңызы зор. Сол кезде ахуалды жақсылыққа қарай өзгерту мүмкіндігі пайда болады. Тағы да қайталап айтамын. Жасың егде тартқан шақта негізгі назарына өзіңе және өз кеңістігіне аударып, балалар мен немерелердің тірлігіне араласпаудың ерекше маңызы бар. Екінші кемелдік сатысында тума-туыстармен қарым-қатынасты жақсартып, үзіліп қалған байланыстың жалғауға, тіпті өз тұқияларының барлық буынын бұрынғыдан да тығыз біріктіруге тырыс. Осының өзі ақ балалар мен немерелермен үлкен көмек болады. Бұл кезде хат жазуға, қонаққа бар, баршамен тату-тәтті қарым-қатынас орнатуға мол мүмкіндік пайда болады. Осы жас шаманың аса маңызды міндеттерінің бірі түп тұқияның ру текті өнегесімен біріктіруге шама шарқы жететін ақылмен абызға, данагөй ақсақалға айналу. Міне мұндай маңдайы жарқыраған данагөй ата-аналары мен балалары өз кеңістігінде көргілері келеді. Сонда ғана бірнеше ұрпақ буындардың басын біріктіріп, әулеттік тұрақжай тұрғызу да мүмкін болады. Бала тәрбиесі жөнінде бір сөз айтудың орайы келіп тұр. Балалар әдетте әке-шешенің өздері әлі жас, кемел шақтан алыс кезде дүниеге келеді. Негізінде кемелдікті 40-50 жасқа таман басталады. Яғни балаларды әлі жете піспеген шалағайлау әке-шеше тәрбиелейді. Егер
Олардың өздері ақиқи тірлікке жетіп үлгірмесе, балаларды қалай ақиқи өмір шындығына баулай алады? Сондықтан ондай отбасында мына өмірге кейде шалғайлау жандар шығып жатады. Бір таңғаларлары, жалпы жас жұбайлар әйтеуір бір амалын тауып, өз балаларын тәрбиелеудің күрделі міндеттерін ойдағыдай атқара біледі. Осыны ескере отырып, балаларды тәрбиелеу ісіне әжелер мен аталарды мейлінше көп пайымдау керек. Бірақ ата буын өкілдерінің бәрі бірдей үйлесімділікпен руханилық жағынан тәрбие ісін пісіп жетілмегенін есте ұстаған жөн. Біз тәрбиесін ата-анадан, әсіресе біздің елде әке-шешенің ата-анасын, яғни ересек буын өкілдерін тәрбиелеуден бастау керек деген сөз дұрыс айтылған. Бұл жерде немерелермен араласып, құраласу, етене байланыс орнату ата-аналар мен әжелерге аса маңызды тәрбие сағаты болып шығады. Екінші кемелдік өз іс-әрекетіне бұрынғыдан да байыптырақ қарайтын кезең. Осы жас шамадан өз қызметіңді және оның ауқымын айқындап алудың маңызы зор. Мұнда дене еңбегінің аясынан интеллекттік рухани салаға көшу қамына мән беруге тиіс. Жұмысқа қатысты мәселе жалпы проблемалар көп болады. Ал буын өкілдері көп жұмыс істеуге және жай ғана жұмыс істеп қоймай, тер төгіп, әбден үйреніп алған. Өмірдің өзі соған үйреткен, одан да жапырла жұмыс істеп моншақтар мен төгудің қажеті жоқ. Кезде де ауырып, сырғап жүре берсе де қол қусып қарап отыра алмайды. Бұл жаста осыншама көп еңбектенудің қажеті жоқ екен, оларды иландырудың өзі қиын. Ұдайы жұмыс басты болу, өзімен толықтай айналысып, өмірдің қызығын тамашалауға және мән мағынасына ой жүгіртіп, ақыл-ой болуға мүмкіндік қалдырмайды. Ересек буын өкілдерінің тек жұмыспен ғана өмір сүретін мынау пәниге оларды тек жұмыс қамы ғана ұстап тұрғанын жиі көреміз. Жұмысын айырсаң бітті, әлгі адам ауыра бастайды, ал кейде өліп қалады. Бұл құндылықтар жүйесінің бұзылғанын білдіреді, және де оны мақтан тұтудың қажеті жоқ. Әйтсе де кейбіреулер өзінің осынша кемшілігін жетістік көріп, кеудесін кере сөйлейді. Ондай адам өзінің не үшін өмір сүретінін білмейді, өзін сүймейді, өзге адамдарды да, тіпті өз балаларын да шындап жақсы көрмейді. Ол тек өзінде бар болғанда ғана балаларына деннің саулығы мен тұрмыстың бақытын сыйлай алатын естен шығарып алған шығар. Мұндай адамдарды өзгелермен, әсіресе балалармен жұмыс істеуге жолату керек пе деген мәселеге мұқият қараған жөн. Әйткені әлгі еңбекқор ебедейсіз болады да, зейнет жасына жеткеннен кейін оның бойына түрлі ауру сырқау проблемалар қордаланып қалған. Энергетикасы әлсіреген. Міне, ол жұмысқа өңмеңдей ұмтылуда. Сол жерде адамдармен араласып, құраласа жүріп, әлдекімнің қуатын сорып алады. Қарапайым тілмен айтқанда, қызметкерлер мен келгіншілердің жүйкесін шығартып, зәрезап қылатын нағыз өзі. Егер мектептегі статистика сүйенсек, сынып жетекшісі егде шау тартқан мұғалім болса, оқушылар жиі ауыра береді екен. Себебі ол бейсаналы түрде балалардың энергиясын бойына сіңіріп ала береді. Тіпті ол енді өндірісте жұмыс істетпесе де қоғамдық қызметімен немесе бау-бақша баптаумен белсене әрі аянбай айналысуға ұмтылса да, өзінің денсаулығын күтіп, рухани әлемін дамытуға уақыт бөліп күш жұмсамайды. Шынында да қызмет істеп әрекет ету құндылықтары жүйесіндегі маңызды ұстаным және де оған әсіресе екінші кемелділікке өту барысында ерекше мән беріп, байыппен көңіл бөлген жөн. Әрине, егде жастағылардың бәрі шетінен қуат жалмайтын обыр емес. Әйтсе де, ықтималшылығы өте зор, оны бағамдау критерийі тым қарапайым. Егер адам рухани әлемін байтып, имандылығын арттыра білсе, тағы да айтамын, ғибадатханаға барып, Құдайға құлшылық етумен, діни жоралғыларымен бол жұтпай сақтаумен ғана имандылыққа жету мүмкін емес.
өзін үнемі күтіп баптаса, күнделікті өмірде күліп ойнап, шат көңілмен жүрсе, ондай кісіге жұртшылықпен бірге және балалармен жұмыс істеу тізгінін сеніп тапсыруға болады. Егде адамдар қызметінің жағымсыз қырлары, жастарға қысым жасап, қызымырлану, кемшіліктің жарқын келбетін көре алмау, көбінесе аға ұрпақ өкілдері жас буынға орын беруге тиіс пікір туындатады. Міне, содан белгілі бір жасқа жеткен кезде адамдардың лауазымдары, қызметте отыруына тағы басқа тыйым салатын заңдар қабылданады. Жасының келуіне, тәжірибе жинақтауына орай адам дене қуатын қарқынды да бірқалыпты еңбек етуді қажет ететін қызметтерден әлдеқайда интеллекті, рухани, жылдар бойы алған тәжірибесі мен біліміне сай келетін сағатта табиғи түрде ауысады. Ал бұл үшін өзін дамытып жетілдірумен шұғылдануға қажет. Сондай жастарды ығыстырып шығаратын ахуал туындайды. Имандылық жолымен жүріп, жиған білімі мен тәжірибесін ұштастыра білген адам ақылмен ақсақалға айналады. Ақылман мәртебелі атақ, ақылмандарға зәруліктің ауқымы зор. Мемлекеттік думаны, федерация кеңесін, үкіметтерді, аймақтағы заң шығарушы органдарды алып қараңызшы. Ақылшы болар данагөйлер, ақсақалдар көп пе? Ой, шіркін! Елге керек қой олар. Егер адамдар даналыққа жетуді қаламаса, ондай ақылмандарды қайдан аламыз? Өйткені сол дәрежеге жету үшін біраз тер төгіп, өзін ретке келтіруі керек қой. Бұқара халық өз билігіне, үкіметіне лайық болады. Сондықтан да жоғарғы жақта билік басында ақылман данагөйлер пайда болу үшін оларды алдымен отбасыларында көбейтіп, көсегесі көгеруге тиіс. Осыған орай күнделікті өмір ағымындағы даналықтың әрбір көрінісін маңызды құбылысқа балаймыз. Мәскеудің мері Юрий Лужков бірде Путинге данагөйлер кеңесін құру жөнінде ұсыныс айтып, ақылмандар тізімінде ала келген. Бұл идея жүзеге аспай, аяқсыз қалғанына қарағанда, сірә бізде әзірше даналықтың қадірі жоқ, әлде қайда ақылмандар тізімі күмәнді көрінгеннен де ондай ардақтылар біздің елде мүлде жоқ шығар деп ойлаймын. Данагөй дегеніміз көп нәрсені білетін, немесе ұзақ өмір сүрген, әлде қисапсыз атақ дәреже мен марапатқа ие болған адам емес. Данагөй кісі ең алдымен үйлесімді тұлға, екінші кемелдік денсаулығын баптап, өзін өзі жетілдіру, отбасына, әулеті мен қоғамға мейлінше пайда жағдайын бірде ойлайтын, үйлесімді өмірдің, жарасымды тұрмыстың жарқын үлгісі болуға тиіс. Нақ осы жерде әйтеуір өзінің қабілет қарымына, табиғи дарынына ден қойып, көңіл бөлуге, оны ғұмыр бойы айналысқан кәсібінен гөрі мүлде басқа салада жарқырата көрсетуге мұршасы келеді. Шынында да талай зейнеткердің таңғажайып қабілеті ашылады. Мен 2 полковникті жақсы білемін. Олардың біреуі балаларға арнап тақпақ жазуға, ал екіншісі оларды безендіруге кірісті. Содан екеуі бірігіп керемет кітаптар шығара бастады. Тағы да бір зейнеткердің табиғи дарыны ашылып, елдегі көрнекті емшілердің біріне айналды. Басқа біреу жұмыс уақытында сүйікті ермегі балық аулауға мүмкіндік беретін жеңіл қызметке орналасты. Сөйтіп шексіз бақытқа кенелді. Иә, сіз де мұндай адамдардың талайын білетін шығарсыз. Көп адамға екінші кемелдік деген жетекші әрі іс әрекетке ауыстыру сатысы. Екінші кемелдік сатысы қара дүрсін күнелтуді көздемейді. Сонымен бірге пісіп жетіліп кемелдену кезеңінің жай ғана жалғасы емес, жалпы іс әрекетті ауыстыру. Тек қана сыртқы жағдайлармен ықпалымен емес, сондай-ақ ішкі себептерге байланысты жан дүниемен келісімді түрде жүргені жөн. Адам жастық шағында, ересек кезінде жеткілікті уақыт бөліп, көз жұмсай алмаған әуес. Құмар істері өмірінің басты қырына айналып, көңіл түкпіріндегі тілек қалауын әулет қарымынан жүзеге асыра алатын екінші кемелдік өріне алып шығуы әбден мүмкін. Шығармашылық кәсіп иелері жетекші іс әрекеттерін ауыстыру арқылы
жасампаздықтың жаңа деңгейіне шығу арқылы екінші кемелдік өресіне көтеріледі. Мұндайда жаңа дамудың басталуын өткізіп алмау маңызды. Әйтпесе тығырыққа тірелетін жағдай туындауы ықтимал. Адам жаны сүйіспеншілік пен қуаныштың тұрақты өсіп отыруын тілейді. Өз ісін сүйген кезде кез келген қызметтер, іс-әрекеттер жасампаздық үлгісін көрсетуге мүмкіндік береді. Маслоу кез келген етікші, тігінші немесе аспаз, жасампаз жан атана алады дейді. Егер зейнетке шыққаннан кейін де адам өзін өзі жетілдірумен, сүйіктісімен айналысса, онда қабілет, қарымы бауырқына оянып, кез келген іс-әрекетте тұлға ретінде танылуына септеседі. Немен айналысса да, сүйіспеншілікпен, іңкәрлікпен істесе де, әр қадамы жасампаздықтың актісіне айналып, әлгі адам жазмышпен өзара байланыстың өзгеше өрелі деңгейіне көтеріледі.